Қыздар, мына чизкейктің жасалу жолы өте оп-оңай екен. Ешқандай миксер, ештеңе пайдаланбайсыз. Кәдімгі қол венчигімен немесе қасықпен де араластырып жасай беруге болады. Описание бөліміне керекті құрамдарды жазып кететін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қоңырауша белгісін басып тіркеліп кетіңіз. Алдымен талқанмен осы топленый печеньесін сүтпен жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде топленый печеньесі болғаны жақсы. Осындай тесто болады. Мен 26 диаметрлік формаға жасадым. 22-ге де 24-ге де жасауға болады. Тестіні табаға жайғастырып аламыз. Біртекті етіп, осылай вокалмен басып шықтым. Жан-жағының бәріне бортиктарын тәрізді етіп жасаймыз. Және жан-жағына жеткіземіз түгелмен. Егер талқанның өзімен жасайтын болсаңыз, онда дәмі жентке ұқсап кетеді, сондықтан печенье араластырған дұрыс. Осы массаны жасап болғаннан кейін морозильникке 20 минутқа немесе жарты сағатқа қатыруға қойып қоямыз. Одан кейін барып ішіндегі начинкасын жасауға кірісеміз. Алдымен бізге творожный сыр керек. Оны жақсылап езіп, үстіне шекермен араластырып алдым. Жақсылап шекер езілгенше араластырдым. Одан кейін үстіне 2 жұмыртқаны салдым. Жұмыртқаны салып болғаннан кейін тағы да жақсылап араластырдым. Үстіне сливки қостым. Грамдарының барлығын описаниеге жазып кететін боламын. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаны қосқаннан кейін массамыз кішкене сұйық бола бастайды. Одан кейін барып қаймағымызды қостық. Қаймақты қосқаннан кейін тағы да араластырдым. Ең соңында сгущенканы қостым. Сгущенканы бұл жерде 50 грамм, 100 граммда қосуыңызға болады. Тәтті болсын десеңіз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала ысы сүтке бұқтырылған тарыны салдым. Жақсылап араластырдым. Осылай бір келке етіп, ішіндегі творожный сырдың түйіршіктері қалмайтындай етіп араласу керек. Одан кейін барып морозкамызда тұрған тестіні шығарып, осы массаны құйдым. Барлығын құйып, бір тегіс етіп, жақсылап қасықтың көмегімен орналастырдым. Одан кейін енді пешіңізге қарай, мен 170 градуста 1 сағаттай пісірдім. 150 градуста да 1 сағаттай пісіруге болады. Енді қатты қызып кетпеу керек пеш. 170 градуста, яғни орташа температурада. 1 сағат пісіріп алғаннан кейін осындай болып піседі. Тесті әбден суы керек. Суығаннан кейін барып қайтадан тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып алсаңыз болады. Өте дәмді болып піседі. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте оңай жасалатын чизкейктердің бірі, көп уақытыңызды алмайды. Жасап көріңіз.